Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін біз бар жоғы 3-ақ заттан жасалатын, өте дәмді әрі оңай болып шығатын ерекше тағам жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 200-220 грамм ұнды осылай ыдысымызға салып аламыз дайындап. Одан кейін стаканға 120 грамм ыстық су құямыз және оған татымына қарай, өздеріңізге қалауларыңызша қарай тұз және де қант қосып жақсылап араластырамыз. Әрі қарай ыстық суды ұнымызға құйып аламыз. Және де 1 шай қасық пісте май қосамыз. Осыны жақсылап араластырамыз, яғни ыстық болған соң, ең алдымен қасықпен араластырып аламыз. Әрі қарай осылай жұмсақ етіп қамырымызды илейміз. Қамырымыз міне осылай болып шығады. Бұны 5-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Әрі қарай бізге 300 грамм сүзбе қажет болады. Сүзбеге укроп қосамыз. Өздеріңізге қалауларыңызша, ұнатпасаңыздар, аз қоссаңыздар болады. Осылай укропты жақсылап майдалап турап аламыз. Мінекей укропты турап алдық. Ары қарай сүзбеге қосамыз. Және де татымына қарай тұз қосамыз. Одан соң 25-30 грамм осындай бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Одан кейін осындай бір чеснокты алып, жақсылап майдалап турап қосып жібереміз. Мінекей барлығын қостық. Енді жақсылап осындай вилкамен немесе қолмен де араластырсаңыздар болады. Барлығы осылай біркелкі араласуы қажет. Міне достар, қамырымыз дайын. Енді осыны 6 бөлікке бөліп шығамыз. Қамыр өте жұмсақ болады. Мінекей 6 бөлікке бөліп алдық. Осылай формасын келтіріп, жақсылап домалатып шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді қамырымызды біртіндеп жаятын боламыз. Жақсылап жұқалап жайып шығамыз. Мінекей осылай барынша жұқа етіп жайып аламыз. Енді арасына салмамызды салатын боламыз. Мінекей салманы салып, қамырдың шетін біріктіретін боламыз. Ішіндегі ауасын осылай басып шығарып тастаймыз. Мінекей осылай болып шығу қажет. Енді қызып тұрған табада ешқандай майсыз, еш нәрсе жақпай табаға осылай пісіретін боламыз. Екі жағын айналдыра отырып пісіріп аламыз.
Міне достар, барлығын пісіріп алдық. Енді әрқайсысының үстіне осылай сармайды жағып шығамыз. Достар, бұл тағамды міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, әрі бұның құрамында сүзбе болғандықтан өте пайдалы. Мінекей осылай барлығының бетіне сармайды жағып, бетін осылай салафанға салып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Суығанша. Өте дәмі ерекше болып шығады. Түскі асқа немесе таңғы асқа дайындасаңыздар болады. Жұмсақ және сондай үлбіреп тұр. Дәмі өте керемет. Ас болсын.